Ассаламу алейкум. Бүгінгі тема осы жоғалған кісілер туралы. Яғни мына 4 кісі бір отбасы жоғалып кеткен, одан кейін тоже жанұясында 2 адам жоғалып кеткен. Қараңыздар, бұл жердегі мәселе мына Наурыз деген кісі жоғалады, және оның апасы, мамасы, әкесі жоғалады, және мына апасы да жоқ. Мынау күйеу балдары, жаңағы Сәрсен Малиев, Сұлтан деген кісі күйеу балдары осы кісілердің. Енді қараңыздар, бұл кісілер қайда кетуі мүмкін? Мен өзімше логикамды қосып, және білімімді қосып жұмыс жасап іздеп көрдім. Іздеп көргенде мен ойлап қалмаңыздар, сразу айтып кетейінші. Госпазаға кіріп, оларды взломать етіп, Беркуттың КПП-сының базасына кіріп, өйтіп қараған жоқ, мен өзім знаниеммен. Және бұлар кісілердің сим-карталары арқылы информация іздедім, яғни қай жерде өшкен, қай жерде қосылған деген сияқты. Ол нәрсені қалай іздедім дейтін болсаңыздар, қазір жалпы біздің сим-картамыз, телефонымыз живой GPS система, яғни әр адам номері арқылы провайдерлер қандай сим-карта қолдансаңызда қай жерде жүргендеріңізді любой время біліп шығарып алады, хронология. Және мен дәл солай іздедім бұл жерде хронологиямен. Мен және провайдерский системаны взломать еткен жоқпын. Ол нәрсе жалпы кішкене білімді қолдансаң ізденуге болады нәрсе. Сондықтан сол нәрсені сразу айтып кетейін. Жаңағы база ешнәрсеге кірген жоқпын. Мен өзімнің мына жақта жұмыс жасайтын ортам бар, сол жерде жұмыс жасап, сол жерден іздендім. Бүткіл локацияны, бүткіл адрестерді осы жақтан шығардым, енді көріп тұрғандарыңыздай. Енді мен сіздерге хронологияны қалай айтайын. Жалпы қараңыздар, менде жалпы күдікті, бұл отбасының жоғалуына күдікті болып тұрған кісі, мына жаңағы Сәрсен Малиев, Сұлтан деген кісі мен үшін біртүрлі күдікті болып тұр. Мына кісілердің жоғалуына осы кісі біртүрлі андай, осы кісі барлығын жасағандай болып көрініп тұр. Енді себебі неге десеңіздер, мен себебін түсіндірейін сіздерге. Мен хронология жасадым өзімше мына жерде. Енді қараңыздар, міне шатас кетпес үшін өзім осылай хронология жасадым. Мына Сәрсен Малиев, Сұлтан деген кісі жаңағы Наурыздың жездесі болады ма? Енді күйеу балдары осы ойдың. Бұл кісі сағат 18:20-да Атырау қаласында жаңағы Жангелдин деген ауыл бар, Қызылқоға район, Қызылқоға деп айтады ғой, сол Жангелді районынан Наурыздың үйіне барады. Содан соң қараңыздар, сағат 18:20-да шығады, 23:45-те уже сол Жангелдиннің районының Наурыздың үйінде болады уже. Так, содан кейін қалай болады айтайын сіздерге. 05.11.2025 жылы күні барлығы бірге, мына күні барлығы бірге Жангелдин ауылынан Атырау қаласына шығады, қалаға барады. Қалаға барғанда сағат 17:37-те шығады сол күні. Сосын жаңа Атырау қаласына барады. Атырау қаласына барлығы бірге барған кезде 14:03-те Атырау қаласында шағын ауданы Геолог бар ғой, шағын ауданы микрорайон. Сояқта улица 3, строение 21А-1-де болады, барлығы сол үйде болады. Содан кейін 14.11.2025 жылдың жаңа, яғни 11 және 14-нен барлығы сол үйде болады. Және 14.11.2025 жылы күні және бір қызық айтып кетейін. Мына жаңа Сәрсен Малиев, Сұлтан бар ғой. Сол Сәрсен Малиев, Сұлтан, 9-11 айдың 2025 жылы жаңа Утешкалиева Нәсіп бар ғой, яғни жаңа Наурыздың мамасы. Соның сим-картасын өзінің телефонына қосып алады, почему-то бар ғой. Содан кейін бұл кісі алады да 14.11.2025 жылдың сағат 6:07-де Ақтауға жолға шығады. Мына жерде, так, мына Ақтауға жолға шығады, мына жерде. Ақтауға жолға шығады да, бұл кісі Ақтауға барады. Ақтауға барғаннан кейін сағат 6:07-де таңғы шығады да, кешкі сағат 18:44-те Ақтауда болады, уже Ақтауда 32-ші микрорайонда болады. И 19:00-де жаңа Утешкалиев Наурыздың телефоны сол жерде сол кеден соңмен өшіп қалады уже бар почему-то. И 15.11.2025 жылы күні Ақтау қаласының аэропортына сол күні жаңағы Сәрсен Малиев, Сұлтан Турцияға ұшып кетеді ғой, Стамбулға барады. Стамбулда 27, қайда Стамбул, так, Атырау, Махамбет, Стамбулға барады. Осы кезде, Стамбулда болған кезде жаңағы еще 27.11.2025 Стамбулда болды ғой. 26, яғни 27-сінен бір күн бұрын, 26-сы күні Стамбулда жүріп, Каспий Голдпен төлем жасайды Стамбулда жүрген кезде. Және сол Каспий Голд жаңағы Утешкалиева Нәсіп бар ғой, сол кісінің Каспий Голды. Содан общем 27.11.2025-те жаңа Сәрсен Малиев, Сұлтан сағат 5:00-де Ақтауға келіп қонады.
яғни 27 штатта таңғы 5-те келіп қонады. Сол жерден 878 863 0024 номерін қосады. Яғни жаңағы номері бар ғой, сол номерді қосып алады неге келгеннен кейін, Ақтауға келгеннен кейін. Содан кейін Атырауға жолға шығады. Атырауға барады, жаңа геологқа барады, геолог адресі бар ғой. Вот сол геологқа барады, Стамбулдан келді Ақтауға, Ақтаудан Атырауға барды, Атыраудан жаңа геологқа барады. Геологтан сразу сол адреске барады, сразу Махамбетке шығып кетеді бар ғой. Махамбет адресіне шығып кетеді. Содан кейін Махамбетке барғаннан кейін Махамбетте 30-11-2025-ке дейін болады. Сол Махамбетте болады, жаңағы Сәрсенғалиев Сұлтан бар ғой, жаңа айтып отырғанымыз. Сол адресте болады. Содан кейін қайтып жаңағы геологқа барады. Сосын жаңа Мұқанғалиева Ақбаян бар ғой, әйелі. Сол номерін қосады. 77-101-0024 сол номерді қосады, жаңа өзінің телефоны жалпы двухсимочный, да, сол номер сол телефонына қоса береді, короче, сол сим-картаны. Содан, короче, жаңағы сол сим-картаны қосқаннан кейін 06-12-2025 жылы сағат 18:30-да Атыраудан бұл кісілер Шымкентке кетеді, қазір айтам сіздерге. Атыраудан жалпы Атырау-Алматы пойызына отырады, 19:50-де қозғалады ол пойыз. 029 пойызымен кетеді, жаңа мен қарадым базадан қандай пойыздар жүрген сол кезде. Сөйтіп Сәрсенғалиев Сұлтан және оның әйелі Мұқанғалиева жаңағы Ақбаян екеуі 09-12-2025 жылы Шымкент қаласынан сағат 10:00-де ЖД вокзалда сим-карталарының соңғы активности болады, екеуінің бар ғой. Содан жаңағы Сәрсенғалиев Сұлтан мен Өтешқалиева Нәсіп бар ғой, сосын Мұқағалиев Наурыз бар, жоғалып кеткен, соның сим-картасын қосады почему-то. Жаңағы Сәрсен бар ғой, Сұлтан бар ғой, Сәрсенғалиев Сұлтан сол Наурызбен және оның мамасының сим-картасын қосады. Оның сим-картасын қай жерде тұрып қосады? Ол кісінің сим-карталарын уже тұрып Өзбекистанның границасында қосады, КПП-да. Қаланбек деген Өзбекстан границасы бар, КПП дегенім. Сол жаңағы Сарыағаш район Түркістанский область бар, сода қосады. Содан сол жерде сим-карталарын қосып, қайтадан өшіреді. Сол жерден сим-картасы содан өшеді ғой. Екеуі сөйтіп алады да, короче, Өзбекистаннан, Ташкенттен 15-12-2025 жылдың жаңа 12-ші айының 15-і күні екеуі алады да, короче, неге Куала-Лумпурға ұшып кетеді. Куала-Лумпур деген елді білесіздер ғой, сол жаққа ұшып кетеді екеуі. Ташкенттен ұшып кетеді екеуі. Сол кезде мен қарадым, сол уақытта қандай рейстер ұшқанын, уақытын D723 авиакомпания Air Asia деген самолет ұшып барған екен. Мен Flight Radar'дан қарадым, история жаңа вылет бар ғой сана. Ол самолет 7 сағат 40 минут ұшып барған. Сөйтіп 15-12-2025 сағат 6:35-те олар барып қонады Куала-Лумпурға. Содан 19:10-да сим-карта қайттан активность береді. Содан мен хронологиясын қарасам. Сөйтіп сол кезде алады олар почему-то Балиден қосылады сим-картасы. Енді қарасам сол аралықта тоже Flight Radar'дың базасынан қарайтын болсақ, біздер сағат 6:35-те пересадка болған екен. Яғни 6:35-те қонған Куала-Лумпурға, 9:10-да пересадкамен D8 798 рейсімен Air Asia тоже опять же. Сонымен Куала-Лумпур Бали ұшып кетеді. Содан 12:05-те Балиде болады. Куала-Лумпур Бали. Содан бастап мына Q баласы әлі күнге дейін неде Балиде. Және осы Балиде жүріп, жаңағы Нәсіп бар ғой, Наурыздың мамасы, соның мамасының картасы бар, Халық банк картасы. Сомен оплата жасап жүр, Балиде жүріп. В данный момент қазір даже кеше оплата жасалған, соңғы рет қарайтын болсақ. Енді қараңыздар, Наурыздың сим картасын провайдерский системамен қараймын ғой мен. Провайдерский система дегеніміз жаңа басында айтқанымыздай база ғой, сол базамен қараймыз. Базамен қарайтын болсам, бұл жаңа Наурыздың сим картасы Өзбекистаннан активность беріп тұр почему-то. Енді мен қазір оның сим картасын WhatsApp-на жаздым. Жазғанда троянский программа жіберіп қойдым. Енді ол ашпау маңызды емес, енді қатты. Сол арқылы көреміз енді. Ол сим карта, бірақ менің ойымша Наурыздың өзінде емес сияқты. Наурыздың номері, бірақ Наурыздың өзінде болмау мүмкін. Вот. Примерно 80-90% сондай вероятность бар. Енді получается бұл кісілер мен қараған кезде жаңағы ешқайда за границу шықпаған бұл кісілер. Получается бұл оған дейін Стамбулға барып келеді, мына Сұлтан.
содан кейін алады да мына екеуі Куала-Лумпурға, одан кейін Балиге ұшып кетеді екеуі. Қазір Балиде мына екі кісіні Қазақстаннан іздемей ақ қойсаңыздар болады. Балиде жүр мына екі кісі. Және Балиде жүріп мына Нәсіп деген кісінің картасын қолданып жүр мына екеуі. Ну енді мынау скорее всего, да. Және бұл кісілер ешқайда пересечениен границ шықпаған. Получается, бұл кісілер алып, бұл кісілерді за границу Өзбекистанға шығарып жүру мүмкін. Сондай вероятность бар. Өйткені сол Түркістан жақтарда мен алдында айтқан видеомдағыдай наркота кіретін, андай черный граница нелер бар, пересечение өтетін. Сондай бір муткімен өткізіп жіберу мүмкін. Немесе Қазақстанның бір жерінде енді бұл кісілерді анықтау керек. Себебі бұл кісілердің біреуінің де сим картасы өзінде емес та, анықтайтын болса, мынаның сим карталары мына кісіде жүр да, бұл кісі қосады, өшіреді. Бірақ бұл кісінің сим картасы, мен айттық қой, Өзбекстан КПП-сында өшеді, содан кейін барып, бұның да сим картасы өшеді. Почему-то мынау тұрып, мына жаңағы енесінің сим картасын жүйе границаны тұрып қосып тұр ғой, не үшін қосады мысалы. Получается, мыналардың, мына кісілердің барлығының сим картасын мына кісі алып кеткен өзіне. Сол жерде қосып, может, ақша перевод жасауға код сұраған шығар енді, скорее всего. Сөйтіп сол сим картаны мына кісілерге. Бірақ мына баланың сим картасы Өзбекистаннан активностін беріп тұр. То есть провайдерлік система вышкалерден қарайтын болсақ, Өзбекистанда беріп тұр. Және бір алгоритммен жұмыс жасап тұр. Получается, қараңыздар, таңертең сағат 7-де қосылады WhatsApp, яғни интернет. Обедте сағат 3-де өшеді, және кешкі сағат 6-да қайта қосылады да 9-да өшіп қалады, содан таңертеңге дейін қайта өшіп тұрады интернет. Күнде сондай алгоритммен жұмыс жасап тұр. Получается, бұның номерімен бір WhatsApp-қа кіріп отырған, бірақ мынау деп айтайын десем, мынау Балиде жүрді, мынаның сим картасы Өзбекстаннан активность беріп тұр. Получается, мынау Өзбекстанға барып, мынаның сим картасын либо біреуге тастап кетті, либо білмеймін енді бар ғой. Либо Өзбекстанның VPN қолданып жүр, бірақ ол вряд ли бар ғой, потому что VPN прокси системаны қолданған кезде оны вычислять ететін болсақ, настоящий адрес көрініп тұрады да, локациясы, бірақ почему-то Өзбекстанда тұр, енді білмеймін. Сол мен айтайын дегенім, мына жерде барлық хронологияны жасап көрдік. Енді мен аксияларды дальше копать етем, дальше қайда екенін іздеп көрейік. Бұл кісілердің егер басқа да бір сим карта бір нәрселері болса, онда табуға болатын еді. Бірақ мына екі кісіні енді мен тауып тұрмын қайда екенін. Бұл кісілер Балиде қазір. Әлі күнге дейін Балиде, даже кеше мына кісілер мына енесінің картасымен ақша төлеп тұр ғой, былайша айтқанда. Енді дальше іздеп көреміз. Ақпарат болса салып отырамын.